Сәлем тыңдарман, бүгінгі видеода жер ішінде хит болып жүрген Назгүл мен Құндыз есімді екі қаракөз қыздарымыз жайлы болмақ. Достар, алдымен каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер. Бұл каналдың дамуына өте маңызды. Ата-анасының өлімінен кейін жалғыз ағасының қамқорлығында қалған Назгүл мен Құндыз 17 жыл бойы құлдықта өмір сүрген. Оны көрген сыныптасы олардың жан түршігерлік күйін көріп тілшілерге хабар береді. Айтуынша, олар қорада ұйықтап, жегендер нан мен қара су, жылап суға түспей тозған киіммен азып кеткен. Ағасының айтуынша, Назгүл мен Құндыз туберкулез ауруына шалдыққан, сол себепті өз балдарына жұғады деген сылтау айтқан. Тілшілердің айтуынша, олардың ақыл-есінде кемістік бар деседі. Қазіргі уақытта Назгүл мен Құндыз көп балалы ана Зульфия әпкеміздің қарамағында. Осы екі қыздың видеосы таралған сәттен бастап, еріктілерден көмек көрсетіп жатқандар баршылық. Солардың бірі елге көмек қайырымдылық қоры Алматы облысы Кемертоғаннан 2 қабатты үйден баспана табыстады. Одан бөлек Назгүл мен Құндыз сыныптасы Айша сыныптастарымен бірігіп ұялы телефон сатып әперді және қыдыртып көңіл күйлерін көтерген. Және де салонға барып құлақ тесіп, бояндырып, жаңа киімдер сыйлады. Көреміз бағдарламасына шақырған болатын жүргізуші Руслан Өтепбай Назгүл мен Құндызды халықты алдап жүр ме? Олардың іс-қимылы жасанды болуы мүмкін бе деген сұрақ қойылған болатын. Достар, пікірлеріңді жаза кетіңдер. Назгүл мен Құндыздың қазіргі жағдайы жақсарып, оң өзгерістер орнап жатыр. Еріктілердің қатарынан Мерей Жолшы да осы сәтте қастарынан табылып, қазақ елін қолдауға шақырып, Зульфия әпкемізбен сбор ашып, көмектесуге елді шақырды. Қыздарды қыдыртып көңілдерін көтерген. Жаға сотарлық жаңалықтың бірі Назгүл ағасы Бақоштың қалай өлгенін айтып берді. Айтуынша, баланы Қанат есімді ағасы ұрып, подвалға қамап, аштан өлтірген. Есікті ашсаң, өлтіремін деп қорқытқан көрінеді. Қамап қойдым. Жерге мынандай дуалға қамап қойдым. Подвалға ма? Бәрін құтқаршы деп айтты. Аман ба? Құтқарған жоқ. Құтқарамадың ба? Құтқарсам өлтірем деді. Қанат айтты ма? Ашшы, өлтірем деді. Подвалға ма? Сол жерде ашшы айтып өлді ма сонда ол бала? Нан әкеп берші деп айтты. Нан әкеп берші деп. Мен сіздерді жақсы көремін. Рахмет. Общем, класстастар қайда дейсіз ғой, достар. Класстастарыңыз бағалаңыздар. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, комментария бөліміне пікірлеріңізді жазып кетіңіздер.